қазіргі шығып жатқан Apple Vision VR очкилері, искусственный интеллект технологиялары, біз білеміз қазір жалпы технологиялық прогресс өте қатты, қарқынды жылдам дамып жатыр. Соған қатысты көбісі жаңағыдай адамдар желіде өздерінің алаңдаушылықтарын, қорқыныштарын білдіріп жатыр. Бірақ оған бір нейтралды тұстан қарайтын болсақ, бір құрал ретінде, оны қалайша бір тиімді пайдалана аламыз деп VR очкиді киіп, сол GPT-ға жазып, мысалы үшін адамның бір қорқыныштары болады. Жалпы адамның миы ол нені көрсе, көп уақыт ол соған сенеді. Кез келген сценарийді моделировать етіп, сол сценарийді ойната аламыз да, очкиді кию арқылы. Мысалы қорқыныш, биіктіктен қорықсақ, таудың басында тұрып, соны жаңа қорқынышымызды жеңе аламыз. Содан кейін адам биіктіктен қорықпайтын болады. Өйткені санамызда сол қорқынышты біз алып тастай аламыз да. Немесе үлкен сахнадан қорықсақ, мысалға мен Алматы арена сахнасынан шығуым керекпін, 5000 адамның алдында выступать етемін деп, сол жерде бізді шығарып қойып, сол